Сәлеметсіз бе? Бүгінгі видеомыз Brain Trainer деген кім, ол қалай табыс табады, және де Brain Trainer кімге қажет деген сұрақтарға арналған. Brain Trainer деген кім? Балалар мен ересектердің миын дамытуға, олардың оқуын тиімді етуге, және де жадын жақсартуға көмектесетін маман. Brain Trainer кімге қажет? Қазіргі уақытта бүкіл әлемдегі 99% адамның проблемасы есте сақтау қабілетімен және де зейінмен проблемалар. Егер сіз осыларды шеше алатын болсаңыз, мықты, табысты маман бола аласыз. Ал енді Brain тренерлер қалай табыс табады? Олар жылдам оқу бойынша кішкентай балаларды оқытады, әріп танытады, және де ересектерге болсын, кішкентай балаларға болсын, жадын дамытуға көмектеседі. Яғни өзінің жылдам оқу курсын жасаса болады, есте сақтау курсын жасаса болады, жеке сабақ оқытса болады, репетитор болса болады, және өзі белгілі бір пәннің маманы болатын болса, мысалы биологиядан делік, онда сол биологиядан өзінің білетін біліміне осы есте сақтауды қосу арқылы, мысалы, бір сағатта бір оқулық жаттататын мықты сұранысқа ие маман бола алады. Қысқаша айтқанда, репетитор болуға, курс ашуға, орталық ашуға, және де курс ашып, қасына наставниктер алып, кураторлар алып, табысын арттыруға болады. Ал енді Brain тренерлерге кімдер жүгінеді деген сұраққа жауап берейін. Ең алдымен ата-аналар, яғни баласының зейіні төмен, әріпті танымайды, немесе әріпті әріпке қоса алмайды, буындап оқи алмайды, сөзбен оқуға келгенде, оқу жылдамдығын арттыруға келгенде қиналады. Осындай ата-аналар келеді. Екінші кезекте оқу үлгерімін нашар оқушыларға көмектесеміз. Яғни олар өзінің оқу үлгерімін жақсартуына, жадын жақсартуына көмектесетін боламыз. Үшінші кезекте біз кәсіпкерлерге көмектесеміз. Яғни олар өздерінің уақытын тиімді қолданғысы келеді. Сол үшін де жылдам оқу дағдысын меңгереді. Сонымен қоса мұғалімдер бар, және де өзінің жалпы эксперт ретінде, маман ретінде біліктілігін арттырғысы келетін адамдарға көмектесеміз. Сонымен қысқаша түрде айтатын болсақ, Brain тренер басқа адамдардың миын дамытуға, тиімді оқуына, жадын жақсартуға көмектеседі екен. Ал енді Brain тренерлерге мен жалпы қандай негізгі техникаларды білуге кеңес беремін. Бірінші, қалай әріп жаттату керектігін білу керек. Екінші, әріп-әріпке баланы қосуды үйрету керек. Үшінші, сөзбен оқуды үйрету керек. Төртінші, минутына 100 сөз оқитын адамға минутына 100 мың сөз оқуға дейінгі нәтижені жеткізуді білу керек. Және де бесінші, оқулық жаттау, билет жаттау, жалпы есте сақтауға қатысты барлық білімді Brain тренер білуі қажет. Ал енді келесі видеода сіздермен Brain тренер қандай білімді білетін болса, қандай проблемаларды шеше алатын болса, өте табысты болатындығын айтқым келеді. Келесі видеоны алу үшін дайректке видео деп қана жазып жүрсеңіз болғаны.